Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушыларым. Бүгін 3-ші сыныптың 2-ші сабағын өтеміз. Разрядты қосылғыштардың қосындысы. Бірінші тапсырма. Шөл далада жауын-шашын аз түскендіктен онда ерекше өсімдіктер өседі. Ондықтары мен бірліктері жоқ, 3 таңбалы сандарды тауып, оларды жаз. Сонда сен Қазақстанның шөл даласында қандай өсімдіктерді өсетінін білетін боласың. Басқа да өсімдіктердің өсу ортасы туралы ақпарат ізде деді. Бізге сұрап тұр. 3 таңбалы бірліктері де ондықтары да жоқ, яғни 0. Бізде 300, 400, 600, 800. 800. Бізде бірліктері де ондықтары жоқ. 3 таңбалы сандар: сексеуіл, тікен, бетеге, жүзген. Екінші есеп. Жүздікті үлкен шаршымен, ондықты кіші шаршымен белгіле. 100 санында неше ондық болса, сонша кіші шаршының суретін сал, немесе жапсыр деді. Жүздігіміз үлкен шаршы, ондығымыз кішкентай шаршымен сызып алдық. Енді 100 санында қанша ондық бар? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Яғни 100 санында 10 ондық бар. Неге кіші шаршымен суретін салып алдық. Үшінші есеп. А тапсырмасы разряд дегеніміз не? Разряд дегеніміз бұл сандардың жазудағы цифрдың орны. Яғни тапсырмасына қарасақ, 135 санында 3 разряд бар. Бірінші, екінші, үшінші разряд. 1 жүздік, 3 ондық, 5 бірлік бар. Бұл сандар разрядының қосылғыштардың қосындысы түрінде көрсетуге болады. Мысалы, 335, 1 жүздік, 3 ондық, 5 бірлік. Бұны біз 135 сандарының қосындысы ретінде деп айтуымызға болады. Яғни, осы сандардың қосындысы 135-ке тең. 135 сандардың қосындысы 135-ке тең. 135 сантиметріміз бізде 100 сантиметр бізде 1 метрге тең. 30 сантиметріміз бізде 3 дециметрге тең. 5 сантиметріміз 5. Яғни 335 сантиметрде 1 метр, 3 дециметр, 5 сантиметр бар деген сөз. Енді 4-ші есеп. Түсіндір және есепке. Қараймыз. 400-ге 50 санын қосқан. Яғни бірлікке бірлікті, ондыққа ондықты және жүздікке жүздікті қосып шығарады екенбіз. Алайда да дәл солай. 400-ге 50-ді қоссақ, 450. 400-ге 5-ті қосқан болсақ, 0-ге 5-ті қоссаңыз 5, 0-дің өзі түседі, 4-дің өзі түседі. 405 шығады. 450-ге 5-ті қоссақ, 455. Дәл осылай шығарамыз. Келесі тапсырмасы. Жауабын сантиметрмен өрнекте. 4 метрге 5 дециметрді қосамыз. Бізде 4 метр, 1 метрде 100 сантиметр бар. 4 метрімізде 400 сантиметр бар. 5 дециметрде бізде 50 сантиметр бар. Яғни 400-ге 50-ді қоссақ, 450 сантиметр деп өрнектеміз. 4 метріміз 400 сантиметрге тең болды. Мына жерде 5 сантиметр, 405 сантиметр. 4 метріміз 400 сантиметр, 5 дециметрде 50 сантиметр бар. Жерде 5, яғни 455 сантиметр деп өрнектедік. Бұл жерде 6 метріміз 600 сантиметрге тең, 7 дециметріміз 70 сантиметрге тең. Мына жерде 7 сантиметр, 677-ден 7 сантиметр азайтсақ, 670 сантиметр қалады. 6 метріміз 600 сантиметр, 70, 7, 677. 6 метрді азайтамыз. 6 метріміз бізде 600 сантиметр, яғни 677-ден 600-ді азайтсақ, 77 сантиметр қалады. Дәл мінекей осылай шығарамыз. Қысқаша түсіндіріп өткен, ары қарай паузаға қойып, түсініп алсаңыздар болады. 5-ші есеп. Сандарды разрядты қосылғыштардың қосындысы түрінде көрсет деді. 354-ні 6 сан берілген. Осыны 354, мысал үшін 300 және 54 сандарының қосындысы.
642 сандарының қосындысы 642-ге тең деп айтсақ болады. 438-дің разрядтық қосылғыштары 430-8 сандары. 571-дің разрядтық қосылғыштары 507-1. Осы сандардың қосындысы, яғни 571 деп айтсақ болады. 634, 634 сандарының қосындысы 829, 829 сандарының қосындысы. 6-шы есеп. Маркетолог бір ай бойы ауа температураның көрсеткішін 200 рет, бұлтты күнді 40 рет, ал жауын-шашынды 5 рет белгіледі. Ол барлығы қанша мәлімет жинады деді. Неке жазып алдық. Ауа температуры 200, бұлтты күн 40 рет, жауын-шашын 5 рет, барлығы дегенде осындай белгіні қойып, қанша деп сұрақ қойдық. Енді барлығы деген кезде біз қосу амалымен шығарамыз. Яғни 245 сандарын қосамыз, бізде 245 шықты. Жауабына маркетолог барлығы 245 мәлімет жинады деп жазамыз. 7-ші есеп. Сан сәулесінсіз теңсіздік таңда. Теңсіздікті таңда сан сәулесінде оның шешімдері жиынын белгіле. Кез келген 5 мәнді жаз дейді. Сан теңсіздікті таңдаймыз. Мына жерде 550 теңсіздігін таңдап алдық. Сандық сәуле сыздық. 600 бен 500-дің ортасында 550-ді таңдап алдық. Енді x саны белгісіз санын артық 550, яғни 550 үлкен. X-міз белгісіз, яғни бұл белгісіз сан бізде 100, 200, 300, 400, 500 болуы мүмкін. Осы сандарды келтіріп жазсақ болады. Келесі 8-ші есеп. Қима қағаздағы өрнектерді пайдаланып, тура теңдіктер мен теңсіздіктер құрып жаз. Бізге берілген мінекей 18-ді 6-ға бөлетін болсақ, бізде 3, 12-ні 4-ге бөлетін болсақ 3, яғни бұл бізде теңдік. 9-ды 2-ге көбейтсек 18, 6-ны 3-ге көбейтсек 18. Бізде теңдік шығып тұр. Екі жағы да тең. 10-ды 2-ге бөлсек 5, 15-ді 3-ге бөлсек 5. Бізде тең. Өрнегіміз тең. 16-ны 6-ға бөлетін болсақ 3, 10-ды 2-ге бөлсек 5. Яғни 3 кем 5-тен. Немесе 5 артық 3-тен деп айтсақ болады. 9-ды 2-ге көбейтсек 18, 7-ні 2-ге көбейтсек 14. Яғни 19, 18, 14-тен артық. Теңдіктер, теңсіздіктер. Осылай сәйкесінше жазып алып, тең немесе тең емес деген белгіні қойып шығамыз. 9-шы есеп. Көрсетілген өлшем бірліктеріне өрнекке 450 килограмда центнерге және килограмға өрнектеуіміз қажет. Бізде 1 центнерде 100 килограм бар, яғни 350-де бізде 3 центнер бар. Ал 50 килограмды өзінше жазамыз. Яғни 3 центнер 50 килограм деп жазып қойдық. 3 центнер 80 килограмды біз килограмға өрнектеуіміз қажет. 3 центнерде 300 килограм бар. 80-ді қоссақ 380 килограм. 300 килограмда 3 центнер бар. 270 килограмда 2 центнер 70 килограм бар. 2 центнер 9 килограмда 2 центнерде 200, және 9-ды қоссақ 209 килограм бар. 2 центнерде 200 килограм бар. Оны біз біліп алсақ, 100 килограмда 1 центнер бар деп осыны жаттап алсақ, қалған барлығын шығару оңай болады. 10-шы есеп. 9, 1, 8 цифрларынан тұратын барлық 3 таңбалы сандарды құр. Оларды кему ретімен жаз. 9, 1, 8 сандардан 981, 918, 891, 819, 198, 189 сандары
жазуымызға болады осылай. Енді бұны кему ретімен жазатын болсақ, бірінші үлкен саннан бастап кішкентай сандарға қарай жазамыз. Яғни 981 бізде үлкен, осыдан бастадық, кемітіп жаздық. Ең соңында 189-ды жаздық. Осымен балалар, біздің екінші сабағымыз аяқталды. Сабақ ұнап, сіздердің пайдаларыңызға асқан болса, лайк басып, пікір жазып, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Және достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Келесі сабақта кездескенше.